Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін біздер Lucky блокқа айналып Roblox ойнайтын боламыз. Кеттік! Итак, достар, барлықтарыңа тағы да сәлем. Көріп тұрғаныңызда біз осындай күшті островта пайда болдық. И қазір сендерге сразу түсіндіретін боламын. Қараңдар, старт ранды деген кіреміз, және біз Lucky блокқа айналып оң жақты немесе сол жақты таңдап өтетін боламыз. Так, кеттік. Мыналарға түсіп қалмау керек, то есть біздер минусқа түспей плюсты өту керекпіз. Түсіндіңдер ма, достар? И бізге ең бірінші түскен брейнрот Труличина дейді. Так, бұл бізге $100 секундын алып келеді. Қараңдар, күшті де, анимация өте күшті, әдемі екен. Бүгінгі видеодағы мақсатымыз, достар, осындай қымбат брейнроттарды алу, яғни мына игроктардыкіндей қымбат брейнроттарды алып, бай болу керек, былай айтсақ. Кәдімгідей бай болу керек екен. Қараңдар, достар, біздер осындай дампел доступны, бұл деген бізде $50 тұрады. Яғни біз осыны сатып аламыз да, осылай күшімізді көбейтеміз. Осылай күшті көбейту арқылы біздер хп саны көбейетін болады. Қазір біз, достар, 50 хп-ға дейін жеткізіп тастадық. Енді өтіп көрсек болады. Енді қалай болатынын қазір көретін боламыз. Давай, кеттік. Так, 56 хп бар бізде енді. Так, плюс болса аламыз, достар. Так, плюс 1, оны аламыз. Так, мынадан қашу керек. Ойбай, тиіп кетті. К сожалению, бұл бізге тиіп кетті. Енді басқа вариант жоқ. Басқа бізде вариант жоқ. Так, мынаяқта плюстар болса, бұны аламыз. Плюстар болса аламыз. И бізде қайтадан Труличина түсті, достар. Қайтадан сол түсті. Неге сол түсе береді бізге? Так, магазинге қайтадан барайық. Мынаяқтан Lucky блоктар бар екен, қараңдар, достар. Так, келесі Lucky блок бізде 100 000 тұрады. Сол ақшаға дейін жеткізу керек бізге. Так, мынаяқта тек дампел сатып ала аламыз. Жақсы, достар, көреміз. Ары қарай жүрейік. Кеттік ары қарай. Так, мынаяқтан плюс алу керек бізге. Тек плюстарды алу керек. Минустардан бізге қашу керек. Так, плюс 2, бұны да аламыз. Так, сол жаққа кетеміз. Мынаяқта білеміз. Так, мынаған түсіп қалмау керек бізге. И бізге, пожалуйста, бір қымбат күшті брейнрот берші, өтініш. Қымбат бір брейнрот берші, пожалуйста. О, капучино ассасино күшті. Так, бұны осы жерге қоямыз. И үшеуінде дамыту керек. Давайте дамытайық максималды түрде. Так, тағы да алып, тағы да дамытып көрсек болады. Енді бізге бұлар, қараңдар, капучино бізге $1320 алып келеді секундда. Ал труличиналар 500 және $400 алып келеді. Так, қазір көрейікші, достар, тағы да қандай доступны бар бізге. Дампелдің қандай доступны бар. И 15 000-ға шықты. 15 000-ға. Бірақ біздер 75 000 жинай алатын сияқтымыз. Көрейікші. 75 000 қатты қиын емес сияқты бізге. Или әзірше көбейте тұрамыз ба осылай. Әзірше көбейте тұрайық, достар. Онда пока что ақшамыз жетпейді екен. Одан да мынаумен качка жаса тұрайық, достар. Итак, достар, міне уже 75 000 ақша жиналып қалыпты. Тағы да новый дампел сатып алайық. И бұл бізге қайсы келеді? Енді бізге лок деген келеді. Бұл бізге 30 күш береді екен. Офигеть. То есть 30 күш емес, 30 хп күш береді екен бізге. Қазір біз 1000-ға дейін жеткізіп көрсіп, сразу бастап көрсек болады. Давайте, достар, 1000-ға дейін жеткізіп тастайық. И бізге енді қымбат брейнрот түседі деген ойдамын, потому что бізде хп өте көп болады. Все, кеттік, достар, кеттік, ұшамыз. Давай. Енді қаяққа барамыз? Так, кеттік сол жаққа қарай. Плюстарды алу керек. Так, мынадан қашамыз. Минустардан қашамыз. Сол жаққа қарай. Так, мынау бізге түсіп қалмау керек. Так, мынадан плюс аламыз. Плюс, конечно, бізге керек. Так, плюсты аламыз. Плюстардың барлығы бізге керек. Так, мынаяқта оң жаққа қарай өтіп кеттік. Молодцы, достар. Главное, минусқа түсіп қалмау. Туй, түсіп кеттік. Так, мынаяқтан, ойбай, 700 хп минус болып кеттік. Неге біздің Lucky удачамыз өте аз болып қалды? Всего лишь 4x. 4x-тегі қатты қымбат брейнрот түспейді. Сахур түсті. Бұл бізге керек емес. Бұл өте арзан брейнрот. Бізге қымбат брейнрот керек. Бізге кәдімгідей қымбат брейнроттар керек, достар. Арзан брейнроттардың қажеті жоқ. Итак, достар, біздер уже 2000 хп-ға дейін жеткізіп тастадық. Енді тағы да бір рет старт жасап көрсек болады. Бізге чисто плюстарды алу керек, бірақ бізге өкінішке орай минусқа көп кіріп жатыр. Менің ойымша. Мен білмей тұрмын неге кіріп жатқан. Так, мынаяқта оң жақта көрдім. Оң жақта бар екен. И мынадан қашу керек. Так, мынадан да қашу керек максимально. Тек плюстарды алу керек. Міне мынаны да аламыз. Так, волнадан біз особо қорықпаймыз. Так, мынаған түсіп қалмау керек. Оң жаққа өтеміз. И так, мынаяқта оң жақ и сол жаққа қарай. Минус 800 хп болады. Дым ештеңе етпейді. Главное, мына минустарға түсіп қалмау. Опа, өтіп кеттік. 14x, достар, 14x пен бір бикус дикус түсті, достар. $390. Қазір біз бұны
апгрейд жасаймыз максимально апгрейд жасаймыз, и ол бізге $6000 секунд алып келетін болады уже. 6000 3000 хпға дейін жеткізіп тастадық, тағы да қазір көретін боламыз. Енді мүмкін 30x-қа дейін жеткізіп көрсекші, 30x-қа дейін жеткізе аламыз ба? Менің ойымша жеткізу мүмкіндігі всегда бар, так что асықпай, главное дұрыстап таңдап өту керек бізге. Главное минусқа түсіп қалмау. Минусқа түспей, чисто плюсқа түсіп жүру керек. Егер де біз чисто плюсқа түсіп жүрсек, біз кәдімгідей күшті брайнроттарды ұтып алу шансымыз бар. Өте күшті шансымыз бар. Так, мынаяқтан былай. Қалай тиіп кеттік біз бұған? Жақсы. Так, келесі бізде минус 9000 хп ма? Ё-моё, өте алмаймыз ғой біз бұны. Мададунг түсті, достар, мададунг түсті. Жақсы, мададунг түссе де мұңаймаймыз. Так, кеттік, жаңа новый бізге дампел доступны, достар. Так, келесі дампел қандай бізде? 375 мың тұрады. И ол бізге әрбір прокачкаға 125 жүрек беріп тұрады. Итак, достар, біз уже 21000 хпға дейін жеткіздік. Енді жаңағы жерді біз спокойно өте алатын сияқтымыз, қатты қиналмай. Манағы біздің құлап қалған жерімізден күшті өту мүмкіндігі бар. Мына плюс 2-4 аламыз, плюс 0-6 аламыз, и мына сол жаққа өтеміз, мына жақтан 10-ға өтеміз. Өтініш бір күшті 100x-ке дейін жете алу мүмкіндігіміз бар ма? 100x-ке жетейікші, өтініш. Потому что бізге уже қымбат болып кетті ше, кәдімгідей қымбат дегенде бағасы Lucky Block'тың күшті болып тұр. Кәдімгі 15x. Пожалуйста. Өтейікші, жоқ, тиме бізге. Так, тимеді. Так, мынаяқтан тоже плюс, келесі 800 миллион хп дей ма? Қалай? 800 миллион хп деген өте көп қой. Бізге бомбини кроссини түсті. Оны мына жерге қояйық. 800 миллион деген өте көп қой. 800 миллион хп жеткізу деген что-то ойымша өте қиын сияқты. 800 миллион хп-ны жеткізу үшін бізге талай өту керек сияқты ғой. Енді достар, амал жоқ, пока что басқа амалымыз жоқ, так что бізге бұны өту керек, бір зат қылып өту керек. Так, келесі Lucky Block бізде неше теңге тұрады, көрейікші. Неше теңге деппін ғой, неше доллар. 3,5 миллиондікі бар. 3,5 миллиондікін сатып алсақ болады, немесе 750 мыңдікін сатып алсақ болады. Бірақ 3,5 миллиондікін алайық лучше, достар. Қазір біздер апгрейд жасайық максимально. Әр брейнротқа максимально апгрейд жасау керек. Так, осылай әрқайсысын жасайық. Апгрейд 500 мыңға дейін сапсайық. Кстати, реберт бар, достар. Ребертті бассақ, кэш көбірек беріледі, и хпмыз көбірек болады. Бұны біздер басамыз, достар. Бізде тек ақшамыз түседі. Ампеліміз дәл сол қалады. Тек ақша кетеді екен. Так, қазір біз $1 миллион жинап, тағы да реберт жасасақ болады, и бізде одан сайын көп. Так, тағы да жасаймыз, и біздің ақшамыз одан сайын көп берілетін болады. Енді келесі реберт 10 миллионда жасауға болады екен. Қараңдар, достар. Мен жап-жаңа тағы да бір рет өттім, и бізге Corbo Fruto Drillo түсті. Бұл бізде $1400 алып келеді, бірақ біз егер де оны максимально көтеретін болсақ, $37 мың алып келетін болады секундына. Офигеть, достар. 37 мың. Ойлаңдар, енді $43 мың алып келеді. Менің ойымша, достар, қараңдар, қазіргі біздің мақсатымыз тағы да 3 брейнрот алып қайтайық, қымбат брейнрот. И сосын барып бізге ақша жинап бастауға болады кәдімгідей. Так, мына жерде оң жаққа өтеміз, мына жақтан сол жаққа өтеміз. Главное дұрыс таңдау, осы күшті плюстарды таңдау керек. Қазір біздер максимально түрде бір 30x-ке жеткізіп көрсек па деп ойланып тұрмын. Негізі бұған жеткізу мүмкіндігіміз бар. Бұл қатты қиын емес. Просто осы картаны дұрыстап өту керек. Выбор дұрыс қадамды жасау керек. Қателеспеу керек бұл ойында. Егер бір қателессең болды. Ары қарай смысл жоқ болады. То есть таңдауда. Қараңдар, мына қызылды вообще баспау керек бізге. Так, қызылды мынаяқтан баспаймыз, былай өтеміз. Енді мынаяқта сол жаққа, мынаяқта оң жаққа. И қараңдар, бізге 800 миллион келе жатыр. Мына минусты басып қалдым қайтадан. Жақсы. Один-дин-дин-дун түсті бізге. Один-дин-дин-дун түсті, достар. Так, бұны қай жерге қоямыз? Так, реберт доступны, ребят. Давайте лучше реберт жасай салайық. Ақшамыз одан да көп берілетін болады. И бізге енді 2,75 беріледі екен. 2,75 ақша. То есть ақшамыз 2,75 есе беріледі. Почти 3 есе ақшамыз көп беріледі. Так, надо максималды түрде көбейтіп тастайық сразу левелін. Давай, достар, максимально 16 мың беретіндей болып тұр. Күшті, мықты. Так, достар, қараңдар, біздер уже 15 миллион ақша жинадық. Енді барып жаңа Lucky Block сатып алсақ болады. Қараңдар, біздер қазір қымбат бір Lucky Block аламыз. Міне, Mystic Lucky Block деген. И бұл кәдімгідей қымбат, қараңдар. Как сендер көрсететін боламын. Так, келесі бізде, кстати, 10 миллион тұрады. Donut деген. Wave, қалай? Dumbbell, 10 миллион тұрады.
бұны ақшамыз жете ме? Жоқ, әзірше жетпейді екен. Әзірше жетпейді. Одан да әрқайсысын максималды көтеріп тастайық. Максималды көтеріп тастайық әрқайсысын. Нешеге дейін жеткізуге болатын. Так, күте тұрыңыз. Сені де көтеріп тастайық. Болды. Енді кеттік, достар. Көреміз. Қараңдар. Енді біздер мистикке айналамыз. Көрдіңдер ме қандай күшті? Көрдіңдер ме? Қараңдар. И бұлмен бізде получается x тезірек жиналады. То есть көбірек бізге умножение түседі. Көбейту оңайырақ болады бізге. Мына жақтан оңға қарай кетеміз. Мына жақтан солға қарай. Әзірше қатты қиындық жоқ. Так, тағы да солға қарай. Тағы да солға қарай. Мына жақтан тоже солға. И мына жақтан ортасынан. Так, хп бар екен. хп-ны алып аламын. Бұл жаққа қарай. Главное минусқа түсіп қалмау. Минусқа түспесек болды. Ага, түсіп кеттік. Сразу же минусқа түстік, достар. Сразу же. Лаки блок үлкен болғандықтан ба, кәдімгідей қызылға түсу оңайырақ екен. Мына үлкен болғандықтан. Лаки блок. О, достар, бомбабини гудини түсті бізге. Бұл қымбат брейнрот. Бұны очереге қояйық. И қазір максималды түрде сразу хп-сын жасап тастайық. Или новый дампел сатып алайықшы, достар. 15 миллионға. 15 миллионға новый дампел сатып алсақ болады. Или лаки блокта бар ма? Жоқ, лаки блокқа әзірше жетпейді ақшамыз. Так, жоқ, бұны емес. Или, осы ғой. 10 миллионға осын алдық. Қараңдар, бұл бізге енді 2600 береді секундына. Так, достар, қазір біз бомбабини гудини максимально көтеретін боламыз. Кеттік, давай. Максимально көтерейік, и бізге бұл 149 мың доллар алып келеді секундына. Күшті, достар, ең мықты брейнроттарды осы. Так, арзан брейнроттарды алып, сатып тастай берейік, достар. Арзан брейнроттар бізге уже керек емес әзірше. Так, тағы қандай бар? Мынау бар, бізге бұл да арзан, қатты. Арзандарды сатып жүрейік, бізге керек емес бұлар. Так, бұл сатып жібердік па? Біз уже сатып жібердік. Біз сразу сатуға болады екен бұл жерде. Достар, мен 10 минутқа просто әрі тұрдым компьютерден, и қараңдар біздерде уже 837 мың хп, және де барлық жиналған ақшамызды аламыз да жаңа дампел сатып алатын боламыз. Қазір сендерге көрсететін болам. Немесе тағы да лаки блокты алсақ та болады. Мына қараңдар, 6-7 деген лаки блок бар. Немесе мына тралалеру блок деген бар. Соны да алсақ болады, бірақ дампелді көріп жіберейік. Қандай дампел бар екен? Так, мынау бар, немесе мынау бар. Қайсысын алсақ екен, достар? Қиын, негізі қиын сұрақ болып тұр. Или мынаны аламыз ба, или ананы аламыз ба? Дампелді аламыз ба, достар? Блин, қиын болып тұр. Лаки блок алсақ, қазір бізде удача өте көп болады. Давайте лучше соны алайықшы. Осыны алып көрейік. И қазір көрсетемін, достар. Қараңдар, біз қазір акулаға айналамыз. И бізде кәдімгідей удача одан да көбірек болады, чем обычно. Қазір көрсетемін. То есть бізде, міне, как обычно x болады, 4x, 7x, бірақ бізде оның барлығы 40 есе көбейтіледі. То есть менде, мысалы, қазір 7 емес, 47 болып тұр. 47, түсіндіңдер ма? Солай деп есептелінеді. Так, мынаяқтан сол жаққа қарай өтеміз. Мына жақтан, так, мынаны ұстап алу керек, и опа, өттік. Мынаяқтан солға қарай, мынаяқтан тоже солға қарай. Бұл 14x емес, достар. Қазір бізде 40 қосасыңдар. Осы x-ке 40 қосу керексіңдер. Яғни бізде қазір 20 болса 61 деген сөз. 61x деген сөз. Так, и бізге Мистик Кавало Виртуозо түсті. Көрдіңдер ма, достар? Уже қымбат брейнрот түсті, уже көрініп тұр. Так, бұны максималды түрде көтерейік сразу. Давай, досым. И бұл бізге 752 мың доллар секундына алып келеді, достар. Ойландаш, 752 мың. Қазір тағы да бірнеше рет өтсек, біз деген кәдімгідей тағы да бірнеше қымбат брейнрот алып, 800 миллион хп-ға жеткізу мүмкіндіктеріміз оңайырақ болады. Потому что біздер қазір қымбат көп ақша алсақ, яғни біздер көп ақша болса, онда біздер жаңа дампел сатып ала аламыз. А жаңа дампел болса, ол бізге одан да көп жүрек алып келетін болады. Әзірше оңайлықпен өтіп жатыр, қатты қиын емес. Көріп тұрғаныңыздай, лаки блоктар өте көмектеседі. Осындай акула лаки блогы одан да күшті бізге көмектеседі. Бірақ одан да қымбат брейнроттарды мен көрдім. Одан да қымбат лаки блоктарды көрдім. Бірақ бұл лаки блоктарға әзірше ақшамыз жетпейді. Ақшамыз жетсе де, бұны бізге пока что алмау керек. Бізге жаңа дампел сатып алу керек. Себебі бізде жүректер аз, 800 мың, біз мынаны өте алмай тұрып, көрдіңдер ме? 800 миллиондікін өте алмай тұрып. Бізге осыны өту керек. Міне жирафа селесті түсті, достар. Жирафа селестіні очереге қойайық. Бұны да қазір максимальны түрде көтеретін боламыз. Жирафа селесті, давай, сені де көтерейік максималды түрде. И ол бізге 626 мың доллар алып келеді секундына. Или енді 731 мың доллар. Так, тағы да бірнеше брейнрот алайық, достар. И мен сендерге көрсететін боламын ары қарай. Міне, достар, тағы да бір рет өттік, и бізде бұл жерде уже 21x. Офигеть, бізге қымбат брейнрот түсу керек. Қайтадан Кавало Виртуозо түсті, бұл өте жақсы. Бұл қымбат брейнрот, так что бұны қазір тоже максималды түрде көтеретін боламыз. Давай.
максималды түрде көтерейік досым сені. Болды. Кстати, біз реберт жасамаппыз ғой достар. 100 миллионға реберт жаса жүрейік, потому что бұл бізге өте керек зат. И келесі бізде 1 биллионға жеткізу керек. Әзірше не істесек болады? Әзірше біз мыналарды дамытсақ болады. Арзан брейнроттарымызды алып дамытайық. Ақшамызды жинап алайық. Тағы да 20x пен Lucky блокпен ұтатын болдық. Қараңдар, енді қандай брейнрот түседі бізге? Оркала. Жаңа брейнрот, кстати. Бұл да қымбат, $20,000 секундын алып келеді, бірақ біз оны қазір максималды түрде көбейтетін боламыз. Қаншаға дейін жеткізе аламыз, сонша көбейтеміз. И давай. И енді бізге бұл 1,5 миллиондай алып келеді секундына. Ойлаңдаршы достар, 1,5 миллиондай секундына. Соңғы бір брейнротты алайық қазір достар. Соңғы бір брейнротты алып, осы жерге қойайық. Сосын бар ақша жинап, жаңа дампл сатып алатын боламыз. Так, енді қандай брейнрот түседі? И Кавала виртуоза түсі достар, $50,000 секундын алып кереді. Бірақ біз оны қазір көбейтетін боламыз. И ол бізге максималды түрде көбейтеміз. $382 миллион секундына алып келеді достар. Ойланыңдар, $382 миллион секундына. Офигеть. Так, жайлап арзан брейнроттарды сатып тастасақ болады достар. Так, сен арзан брейнротсың, кешір досым, сені сатып тастаймыз. Тағы да қандай арзан бар? Сені де арзансың. Кешір, сен де арзансың. Міне, осы мистиктерді қалдырамыз, достар. Мистиктер кәдімгідей күшті ақша алып келеді. Әрқайсысын көтерсек те болады максимально. Так, осы жинап алып, әр брейнротты максималды түрде көбейтіп, міне сені де көбейтіп. Енді біздер басқа брейнроттарды күтетін боламыз, дампелді аламыз, көтереміз, және де күтетін боламыз. Кеттік. Қараңдар, достар, біздер қазір 1 биллион жинадық, және де бізге жаңа дампл доступны болып тұр. Қараңдар, қандай дампл? 1,25 миллиондығы дамплы бар. Немесе чиклитейраны сатып алуға болады, бірақ чиклитейраны сату үшін бізге 12,5 ба, неше көрмедім мен. Тағы бір көріп жіберейік, достар. Жап-жаңа қараған затты ұмытып қалдым. Қараңдаршы, достар, жап-жаңа көрген затымды ұмытып қалдым. Бұл үшін бізге 6 биллион керек екен. Бізде қазір қалтамызда 2 биллион. Онда біздің жалпы күтуге де болады. Бірақ күту кішкене шамалы уақыт алады, бірақ күтіп соны сатып алсақ та болады. Достар, міне 6 биллион жинадық. Қазір көріп тұрғанымда кішкентай қалып тұр. Міне осы жинап аламыз. И болды, жинадық. И жаңа дампл доступны болып тұр. Соны сатып алайық, достар, потому что бұл қымбат және күшті. 500 мың повер береді. То есть бізде мана өте алмаған жеріміз 8 миллион керек болды. Қазір қараңдар, 1 секундта жинап тастадық 8 миллионды. Көрдіңдер ма? 1 секундта. Все. Ары қарай немесе 100 миллионға дейін жеткізіп тастасақ болады. Потому что ары қарай бір примерно 5 миллиондай болып қалатын шығар. Қазіргі біздің өтетін жеріміз 8 миллион болса, келесі бір 50 миллион алып қалу мүмкін, ХП-ны айтам да. Егер де солай болса, онда бізге лучше қазір 100 миллионға дейін жеткізіп, сосын жаңа Lucky блок алып, келесі Lucky блок неше тұрады екен, көрейікші. Келесі Lucky блок даже 5 миллионға дейін алуға болады екен, 1 биллиондікі бар. Соны сатып алсақ та болады. Менің ойымша болады. Қазір достар 100 миллионға жеткізіп тастайық и қайтып оралатын боламыз. 100 миллионға жеттік. Енді ақшамызды жинап алайық. И қандай қандай Lucky блок сатып алуға болатынын көрейік. Бізде 2 Lucky блок выборда болды. 5 миллионға дейін жеткізіп тастайық лучше. И жаңа Lucky блок алайық, достар. 5 миллион жинадық. Енді барып қайтадан барайық Lucky блокқа. И чиклитейраны сатып алайық. Опа! Енді қазір көрсететін боламыз, достар. Қараңдар, кеттік. Енді жаңа өте алмаған затты біздер өтетін боламыз. Чиклитейраның арқасында біздер Lucky удачамыз одан да көбірек болады. Так, бірінші уровень қиын емес, тым қиын емес. Так, келесі былай өтеміз, мыналар таңдаймыз. Минусқа түсіп қалмасақ болды. Главный минусқа түспеу керек бізге. Ешқандай вариант минус болмау керек. Минус болса өте обидно болады. Так что бізге тек минусқа түспеу керек. Плюстар. Біз плюстарды жақсы көреміз, да, достар? Сендерде де плюстар жақсы көретін шығар. Так, мынаяқтан сол жаққа қарай, мынаяқтан оң жаққа қарай, и мынаяқтан так, оң жаққа қарай тоже. Мына Lucky блок үлкен екен, кәдімгідей, достар. Кәдімгідей үлкен екен. Үлкен болғандықтан ба? Так, и қалай өте алмай қалдық күтетін? Неге өте алмай қалдық? Или 800 миллион деп тұр мана жақта. Мен дұрыс оқымаған сияқтымын, достар. Жақта 800 миллион сияқты бізге керегі. Мен шатастым, походу, достар. Менің ойымша ана жақта 8 миллион емес, 800 миллион керек екен. Походу солай. Мен өзім шатасып кеттім. Олай болса, достар, қазір біздер онда
800 миллионға дейін жеткізіп тастайық, 800 миллионға дейін. Немесе тағы да дампел сатып алсақ болады, қымбат дампел. Бірақ келесі дампел қанша тұрады? Келесі дампел бізде 30 миллион тұрады. Ойбай-ай, бұған жеткізу қайдан? Онда бізге әзірше уақыт керек бұны өту үшін. Где-то тағы да бір 10 минуттай күте тұрамау. Менің ойымша солай сияқты, потому что басқаша бізге жеткізу вариант жоқ. Қараңдар достар, біз уже 520 миллион жүрекке жеткіздік, бірақ қазір біздер 30 миллион ақша жинағандай болып тұрық, да? Жоқ, кішкентай жетпей қалып тұр. Қазір осы 30 миллионды жеткіземіз достар. И жаңа дампел сатып алатын боламыз. Қазір сендерге көрсетемін бұл дампелді. И давай. 30 миллион жетті достар. Кетті, көрсетемін сендерге. Бұл өте қымбат дампел. Қазір көрсетемін. Міне, 30 миллион. Бұл бізде бонус деп аталады. Бонус. Ойбай, 13 миллион ақша көбірек керек екен. 13 миллион жетпей қалған бізге. 13 миллион жетпей қалған қалай кетті? Жақсы. Келеміз, қайтадан сатып аламыз. Бонус. И бізге қараңдар, енді 200 мыңнан береді. Ойбай, жоқ, 200 мың емес. 3 миллионнан береді. Потому что бізде реберт жасадық. Осы реберт арқылы біздер ақша көбірек беріледі. Қазір буквально бір 5 минутта біздер 800 миллионға спокойно жеткізіп тастаймыз. 1 биллионға жеткіздік. Ойлаңдаршы, 1 биллионға жеткіздік. Бұл не деген сан? Не деген сан? Lucky блоктан көріп жіберейік. Келесі Lucky блок 25 миллион тұрады. Кеттік. Енді біздер өте аламыз, достар. Точно өте аламыз. Потому что бұған шын өмірде менде примерно осы ойынды өтіп атқанымызға, қазір осы видео салып атқаныма 1 сағаттан асты. Сендерге осы видео где-то бір қазір 20 минут болғанда, біздер, получается, 1 сағат уақыт өткіздік осы ойында. И қазір біздер, наконец-то 8 миллионды өтетін боламыз. 8 миллион бұл әлі картаның жартысы сияқты, бірақ біз үшін бұл өте күшті. Яғни күшті. Тек кеттік білмей қалып, жақсы болып тұрады ондай. Так, оң жаққа қарай. Так, тимеді. Сол жаққа қарай. Так, 9000 қып алады. Неге кілең минустар? Алло. Неге кілең минустар? Неге? Міне 800 миллионды өтеміз. Спокойно өтеміз, қиналмай. Келесі бізде, келесі 850 мың. Келесі всего 850 мың. Неге соншама аз? Біз соншама қиналып өттік қой мана. Мынау келесі 7,5 миллион. Неге азайып жатыр? Мана одан да қиын еді ғой. Міне келесі 90 миллион деп тұр. Келесі 90 миллион. Неге 90 миллион? Так, мынаған түсіп қалдық, потому что басқа вариант болмады. Бізде үлкен болып тұр. Lucky блок. Так. Мынадан тоже түсеміз по-любому, потому что вариант жоқ. Келесі 85 ақпы. Неге соншама аз? Жоқ, 85 миллион екен. Ойбай-ай. 85 миллион. Жақсы. Қандай Lucky блок түседі? Ойбай. Леру түсті, достар. Леру. Бұны өшірге қояйық. Бұны да максимально көтеретін боламыз қазір. Бірақ реберт жасап жүрейік, достар. Ребертқа ақшамыз жетіп тұр. Реберт жасау керек обязательно. Қазір тағы да өтіп көрсек болады. Тағы да бір рет өтіп көрейік. Қандай қымбат зат түседі екен бізге. Енді бұлар бізге 5 миллион 98 мың доллар секундынан алып келетін болады, достар. Өте көп. Бірақ менің ойымша, достар, бұл видеоны аяқтау керек сияқты. Себебі мен осының барлығын өтуін бір частьқа салмайтын болам. Яғни екінші видеосы болады осы видеодан кейін дәл екінші сериясын көре алатын боласыңдар. Егер де сонда, достар, егер сол екінші серияны көргіңіз келсе, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетейік. Ал сендермен болған мен Дорба Қазақ. Қош сау болың.